Екінші Мекке атанған қасиетті өлке Түркістан. Түркістан күллі түркі халықтарына ортақ, әлемге әйгілі қасиетті де киелі жер. Бұл ең алдымен ислам дінінің таратушыларының бірі, сопылық ілімнің негізін қалаушы ғұлама Дегдар, әулие тарихатшы, ақын, философ Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жерленген өңірі. Түркістан араб, Қытай, парсылар мен европалықтардың көз тіккен Ұлы Жібек жолының ортасындағы ең үлкен қала, күллі түркі жұртының тарихи астанасы. Түркістанда атақты Әмір Темірдің пәрменімен салынған Арыстан баб, Қожа Ахмет Яссауи кесенелермен бірге басқа да жүздеген мазарлардың тегі түркі, сүті қазақ бабаларымыздың жерленген киелі жері. Дәл осы киелі жерге 2022 жылы қыркүйек айында жұмыс істеуге мен де келіп қалдым. Алланың нәсібімен әрине. Түркістанның жаңа Түркістандағы бірнеше мен сияқты бірнеше адамдардың жұмыс істеуіне мүмкіндік жасаған. Киелі Түркістанның жаңарып, жасарып, жаңа заманауи тұлғасымен танысудамыз. Керемет қаланың одан әрі көркейіп гүлденуі көз алдымызда өтіп жатыр. Сондай Түркістан қаласындағы керемет балабақша және бастауыш сынып мектебіне жұмысқа қабылданып, 1 қыркүйекте дәл осылай қуанып келген балаларды қарсы алдым. 1 қыркүйек білім күні құтты болсын деп, оларды алғашқы қоңыраулары мен алғашқы мектепті аттаған табалдырықтары құтты болсын деп, қолдарына алғашқы кітаптарын да ұсындым. Алғашқы қоңырау Түркістан қаласындағы керемет бастауыш мектебінде осылай басталып та кеткен еді. Алғашында көздері мөлдіреген, балабақшадан енді ғана шыққан, оны мен солын білмейтін, бірін-бірін танымайтын балалар жан-жақтан жиналды. Олардың қолына алғаш рет дәл осындай Ахмет Байтұрсыновтың армандаған қазақ балаларына арналған оқу құралдары, яғни әліппені қолына ұстаттым. Алғаш рет олар әліппені алған кезде жазу сызуды білмейтін, аңқау, тентектігі әлі басылмаған, ерке, әр үйдің еркесі серкесі еді. 1 ай көзді ашып жұмғанша өте шықты. Сол ерке балаларымыз 1 айдың ішінде өздерінің жүректерінен шыққан ұстазына деген мына бір керемет әнді ұстаздар күніне арнаған еді. Ендеше бәріміз бірге тамашалап көрейікші.
дәл осылай бір айдың ішінде олар өзінің оқушы екенін, алдында ұстаздың алдында білім алып жатқанын сезінгендей болды. Олардың әлі еркеліктері, партада әлі отыра алмай, достарымен тіл табыса алмай жүрген кездер еді. Сонымен алғашқы әріптерді өте отырып, оларға керемет осындай сөз құрастыратын кеспе әріптер дайындадым. Бұл кеспе әріптерді дайындау барысында өте қарапайым күнделікті нәрселерді пайдалана отырып, осындай кеспе әріптермен жұмыс жасадық. Олардың ең алғашқы құраған сөздермен таныс болыңыздар. Еркеназ, сен шын деген сөзді жаза қошқан? Кеспе әріптермен. Бірінші әріміз. Екінші, үшінші. Қандай әріп шықты? Өте тамаша. Қан бала құттап қойшы Еркеназды. Жарайсың. Міне дәл осылай барлық оқушылармен жеке-жеке бірнеше рет жұмыс жасап, жұмысты ары қарай жалғастыра берін. Ол кез күз еді. Күз айында керемет құбылыстар болатыны сөзсіз. Дәл сондай күз айында менің кішкентай ақылды, өзі поэзияға деген сүйіспеншілігі басқа оқушылардан қарағанда ерекше Алинұр деген оқушымның Мұқағали Мақатаевтың күз өлең жаттап келгені әлі есімде. Сонымен бірге бұл Мұқағали Мақатаевтың жарыстарына қатысып, бас жүлделер, орындар алды. Ал енді соны тыңдап көріңіздер. Мұқағали Мақатаев күз, тағы да күз, тағы не сарқанды ұзақтың, ұзындағымен ұйқылайтын ұзақтың, ұйқылы шіркін, тағы да бір күзді міне ұзақтым. Өмірімнің есейгенін сезінем кеземен, алдағыма асығамын өткенді әсте іздемен, ұйқылы шіркін, ошаққа құмарымыз ғой біздеген, жүрсіз жалын көңіл күздесіліндей жырақта, қайтқан үстім әуенімен болса сояқ құратта, үміткенге киімеймін сағынамын бірақта, әне қайтып бара жатыр сағыныштар тырналар, ақ қайыңдар, тал келедер, алтын сары сырғалар, туған жердің кеудесінде тұнжырайды жылғалар, қайда кеткен жасыл алқап, жасыл орман, жасыл маң, қайда кеткен, қалай өткен, кімге барып бас ұрған, қалай біздер қапелімде аңғарылмай қалғанбыз, әттеген-ай, неткен аңқау жандармыз, келіп қапты-ау, сағыныштай, сап-саралы арманбыз. Рахмет балам, өркеннің өсінде отырып, балама әр уақытта ақ жол тіледім. Көзімізді ашып жұмғанша, күздің де таяп қалған кез еді. Сондай бір сәтте, үзілісте оқушылармен бірге өздерінің алып жатқан білімдерін және сонымен бірге әркім өзінің істеген еңбегіне қарап жеміс алатындығын түсіндіре отырып, банкомат әдісін қолданып балаларға бір қызықты үзіліс жасадым. Олар жарық әдісін пайдалана отырып сөздер оқып, банкоматтан өздеріне тиісті сыйлықтарын алды. Бұл әдіс барлық оқушылармен жасалынды. Сіздерге тек үзіндісін ғана көрсеткім келіп тұр. Және бұл TikTokта бірінші күні шыққаннан 140 мың қаралым болды. Ал қазір 400 мың қаралымға жетті. Мықты болсын, білімдерің күшті болсын деп бүгін осындай өткен сабақтарымызды, кеше өткен әріптерді араластырып, мен сіздерге қызық ойын ойнатпақшы, күндеріңіз жазық болсын, әр уақытта күліп жүрейік деген ниетпен осындай бір ойын ойнаймыз қазір. Мына жарықты қосамын, мына жердегі бір кеспе қағазды аламын, осы кеспе қағазға осы жарықты қойғанда астынан сөз шығады. Ол сөзді қырағы,
ұқыпты көретін балдар тез көріп оқи алады. Сондықтан да біз бұл жерде тек қана сөз оқуды ғана көрсетпейміз, біздің қырағы екенімізді, жаңағы байқамбаз екендігімізді көрсете білуіміз керек. Түсіндірді ме жалпы? және осының түп нұсқасын менің Дара бала каналымнан көрсеңіздер болады. Бірнеше оқушыларым осылай келіп, сөздерді оқи отырып, өздердің еңбегіне жемісін алды. Балаларға өте қызық болған соншалықты осыны сыныпта бірнеше рет қайталадық. Олар тек қана сөзді оқи қойған жоқ, ол жердегі жарықтың астындағы сөзді қырағылықпен көріп, оқып, жұмыстарын жалғастырып отырды. Бұнда оқимыз. Тамаша, өте тамаша. Келіп, өзіміздің еңбегімізге жемісімізді аламыз. Мына карточканы. Карточканы итерем ғой. Жоқ, тіке итереміз. Түп түзу итереміз. Түзусіз. Қаттырақ итер. Жақсы, тамаша. Міне көздер сыйлығында ала ғой. Қаны, балаларға көрсеңші, бөлісіп қойшы қаны. Қанша балаларымыз отырады. Қазіргі балалардың бәрі пысық қой. Банкомат дегеннен олар дереу түсіне қалды. Банкоматқа не үшін барамыз десем, олар айтады, біздің ата-аналарымыз ақша алу үшін барады деді. Ал ақшаны қайдан алады? Не үшін алады десем, олар күніге азанда жұмысқа барады, ал бізді сабаққа шығарып салады. Содан кейін олар айдың аяғында өзінің ақшаларын алып отырады деді. Балалардың айтқан тілінде өте қызық айтады. Әрине, балалар, сендер әр уақытта еңбек етсеңдер, оқысаңдар, білім алсаңдар, жалықпасаңдар, әр уақытта өз еңбектеріңді бағалайсыңдар. Және ақшаны қалай жаратамыз? Ақша дегеніміз не ол? Деген бірнеше сұрақтарға да талдау жасадық. Балалардың тілінің соншалықты тәттілігі ақша туралы өте қызық әңгімелер айтып берді. Қоңырау болғандықтан барлық оқушылар сыртта жүреді. Сол кезде Алинұр, апай, өтініш, мен күз туралы өлеңді қайта оқып берсем бола ма деп өз өлеңін қайта оқыған сәті де бар. Әр оқушымыздың білімге деген құштарлығын, ізденімпаздығын, 2 ай болса да 3 сөз, 4 сөз, 4 әріптен, 2 буыннан тұратын 4 әріптен, 5 әріптен тұратын сөздерді қиналмай оқып берді. Және бұнымен қоса тек бұл әдісімді математика ана тіл сабағына емес, математика сабағына да қолданып жүрміз. Оқушыларыма ұнайтын қатты әдістердің бірі болды. Көз, тағы да көз, тағы не сартан ұзақтын, осында мен тағы дейді, ұйғыридың ұзақтын, ойға шіркін, тағы да бір күздіміне ұзаттым, өмірімнің есілген сезінен күздемен, алдағыма асыған өткенде әсте іздемен, ойға шіркін, болашаққа құман көздеген, жүрші жаным қол күзде шермендеген шырақта, қайтқан ұшты әуенімен қоштасайық қатта, өткенге киімейім сағынамын бірақта. Әне қайтып бара жатыр сағыныштар тұрғалар, ақ қайыңдар, тал теректер, алтын сары сырғалар, туған жердің кеудесінде тұнжырайды жырғалар. Қайда өткен жасыл алғат, жасыл арман, жасыл маң, қайда өткен, қалай өткен, кімге барып басылған, қалай біздер қателімде аңғарағына қалғанбыз, әттеген-ай, өткен аңқау жандармыз, келіп құттау, сағыныштай, сап саналы арманбыз. Ал енді оқушыларына бір сәт алғашқы жазған жалпы
алғашқы сөздерін өздері еңбектеніп жазған бір сәттерін видеоға түсіріп алған едім. Солармен тамашалайық. Ана деген сөз құрай қойшы. Кеспе қағазды. Жоқ, мына жақтан бастайық. Кеспе қағазды пайдаланып, осылай өздері сөзін құрап шықты. Ала қойны. Қазір мен көмектесіп берейін саған. Жетпей жатыр, Оқушылардың қолы жетпегеннен кейін партаны қоюға тура келді. Ал енді оқи ғой. Ана, өте тамаша. Құттықтаймыз. Бейбіт, сен ақ деген сөз құрашқа. Ой, Бейбіттің қолы жетеді. Кеспе әріптерде Қандай әріп керек? алғашқы сөздерді құрап жазып үйрене Енді оқи бастады. ғой. Қандай сөз шықты? Ақ деген сөз шықты. Тамаша. Ақ қала деп өтеді ақ. Алинұр, сен от деген сөзді құрай қойып, шаны. Бірінші Ең қай әріп басында келеді? ең кішкентай. Жарайсың. Екінші қай әріпке көмектесейін? Тын алып берейін, не саған? Өзі біліп тұр, от десең от. Екі әріп екен. Жарайсың, Алинұр. Осы бетіңнен Ал енді қайтпа. оқи ғой. От, өте тамаша, құттықтаймыз. Ал Раяна, сен лақ деген сөзді құрай ғой. Қай әріпке? Бұл әріпін ба? Так, саған Қойлар жетпей жатыр. Келесі әріпті атай ғой. Жарайды. Үшінші қай әріпті алып берем? Қаға қолың жетеді екен, не? Ал оқып жіберші кәні. Лақ, өте тамаша, құттықтаймыз. Айзере, сен су деген сөз жаза ғой. Мен Айзере деген оқушым өте жүрегі нәзік. Ал енді оқимыз. Болашақта биші не әнші болады Құттықтаймыз. осы. Сен тау деген сөз жаза ғой. Бірінші қай әріп келеді? Мен көмектесіп жіберейін қазір саған. Бойлары да әлі жетпейді. Жақсы. Екінші. Аны да Айша, алып бұл саған. Әріп ма? ұлты өзбек қыз. Жалпы менің классымда екі өзбек қыз. Үшінші әріп? Екеуі де жақсы оқып Өте кетті. тамаша. Кейбір әріптерден әрине қиналады. Басқа Керемет. тіл Ал енді оқи ғой. Өте тамаша. Қан құттықтаймыз. Лагер. Сен ру деген сөз Лагер жаза деген ғой. оқушым. Міне осылай оқушылардың бәрі жұмысын ары қарап жалғастырды. Әрине 25 оқушының бәрін түсіру мүмкін емес. Қысқаша ғана осылай түсіріп шықтым. Жарайсыңдар. Осы беттерінен қайтпаңдар. Сонымен әріптерді, сөздерді меңгеріп, оқып, біліп, оларды буынға бөліп, ережелер жаттап, математика, дүниетану, жаратылыстану сабақтарынан өз білімдерін шыңдай жүргенімізде көзді ашып жұмғанша сүйікті әліпбимен де қоштасатын кез кепті. Сүйікті әліпбимен қоштасып, қолымызға үлкен кітабымызды ана тілімен танысты оқушыларым. Ана тілдерің құтты болсын. Әр уақытта өз тілдеріңді құрметтеп, мақтанышпен айтып жүретін шәкірт болыңдар деп тілегім келеді сендерге. Міне, ана тілдің алғашқы кездерінде оқып, оқушыларымыз ана тілді ашқан кезде, ой, апай, мынау қиын ғой, әліпби сияқты емес, буынға бөлініп жазылмаған деп бір тәтті сөздерін айтқан еді. Балалар, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Сендер әліппені жақсы бітірдіңдер. Ана тілі, яғни сендер ана тілдеріңді білмесеңдер, онда сендердің аналарың ренжиді деген сияқты бірнеше сөздерді айта отырып, балаларды қызықтыра отырып, бірнеше тәсілдерді қолдана отырып, олардың тұтас оқуына жол бердік. Енді олардың қалай тұтас оқып жатқанын бірге тамашалап көрейікші. Бұл
Айша деген оқушым. Ал Аяжан қызын бастай ғой. Аналарына сәлем айт. Қалды біз жылы жақтан қостар қайта бастады. Олардың бәрі бір мезгілде келмеді. Ең алдымен олардың көкейін Стоп. Ал енді еркен Азық қазір уақытты қоямыз. тыңдап көрейік. Уақытты қойып қоямыз. 1 минутта қанша сөз оқитын. жылы жақтан құштар қайта басталды. Олардың бәрі бір мезгілде ұшып келмейді. Ең алдымен үздік қарғалар олардан кейін қара торғайлар жетеді. Қар еріп болғаннан бозторғайлар ұшып келеді. Асықпаймыз. Қызық, осындай асығамыз. Өзендер. Болды, рахмет қызы. Қазір санап көреміз. Ал Айша бастай ғой. Келесі Айшолпанды тыңдап көрейін осы жерден. Ал Айшолпан баста. Олардың көптеген қостармен жәндіктерге қордек береді. Қостардың ыстық күніне төрінде саңырауқұлақтарға өседі. Кейбір ағаштар суықтан ықпайды. Қолыптан сақталады. Сондай ағаштардың Керемет. Рахмет балалар. Енді кезекті Рая. Жақсы, Раянаға сәттілік тілейміз. Минутымызды қойып қояйық. Бастаймыз. күн жылынып қалды.
mezgilga o'xshab yil aldim men uzoq qarg'alardan keyin апай мен оқиш дейді, енді бәрін салып үлгермедім. Сонымен бірге біз математикадан да кенде қалған жоқпыз. Математикадан осы тізбек арқылы қосу, ауызша қосу, ойнап отырып қосу, анимациялық есептер, осылар балаларға бірнеше тапсырмалар орындалды. Соның кішкене бір үзіндісін түсіріп алған едім. Сонымен тамашаласаңыздар. Бұл Кәусар деген оқушым менің. Бүгін біз есеп шығарамыз. Дайынсыңдар ма? Болашақта ұстаз болам дейді. Соған дайындалып жүрмін дейді. Қосамыз ба, Кәусар? Жарайсың қызым. Енді айта ғой 20-ға? Апай, 20-ға. дәл сіз сияқты ұстаз болдым деп. Қосамыз. Дұрыс, ақылды мен балалар. Келесі 30-ға. Асықпа, әдемілеп жазсын. Жарайсың. Ұстаз болдың алғашқы жылдары ғой Кәусарда. Тамаша балалар, рахмет. Ал енді 50. 60. Балалар, біз 10 санына тек қана ондықтарды қосып шықтық. Ондықтар қосқан қызық па сендерге? Жазбаша бірнеше тапсырмалармен жұмыс жасап отырып, күнделікті циркстан осылай шығары балаларды математикаға да біршама жаттықтырып алғандай. Бейбіт математиканы қатты жақсы көрем дейді. Ал Бейбіт қалай оқушылармен жұмыс жасайды екен? Бірге тамашалайық. Бұл алғашқы жаңағы көлемінде сандарды қосуда бізге естелік болып қалған екен Бейбіттен. Екі таңбалы сандар екен, екі таңбалы сандар қосудан. Санына аттап отырып қосамыз. Әдемілеп жазамыз шама. Сандық сәулені де пайдаланды. Осындай тізбектерді де пайдаланды. Балалар осы тізбекке, сандық сәулеге қатты қызығып, жауап беруге тырысады екен, соны байқадым. Тамаша. Өздері тақтада тұрғанда досына көмектесіп осылай есеп шығарғанда қатты ұнататынын да байқадым. Жарайсың. Тамаша, рахмет балалар. Бейбіт, достарыңа көңілің толды ма? Енді есеп берген кезде шатаспаймыз ба? Өте тамаша. Рахмет балалар. Әр оқушым осылай жұмыс жасады тақтада. Келесі Айша екен, е? Айшаны түсіріп алыппын. Айша қалай жұмыс жасады? Көрейікші бірге. Айшаның көркем жазуы өте керемет. Онда 5 қадам аттап қосып отырамын. Сандық сәуледен кейін тізбекпен ауызша осылай қосып шықты. Жақсы, жарайсың. Тамаша, жарайсың. Айша, әдемі жазып жатсың.
Керемет, Айша, жарайсың. 25-ке 5-ті қоссам, Жарайсың, тамаша. Өте тамаша. Айша да дұрыс жазып шықты, сендер де дұрыс жауап бердіңдер. Тамаша, керемет. Балалар, мен сендерді өте жақсы көремін. Рахмет. Айша, саған рахмет бүгін. Оқушылармен осындай тапсырманы бірге орындағаның үшін. Керемет, жарайсың, Айша, рахмет. Үлкен қыз бол. Осылай бірнеше тапсырмалармен жұмыс жасадық. Арасында осылай видеоға түсіріп қалған сәттерімізбен ғана таныстық. Міне балаларымыз осылай сауаттарын аша келе, өздері дүниетанудағы тапсырмаларды орындады. Сонымен бірге жаратылыстанудағы тапсырмаларды өздері оқып шыға алатын болды. Сонда оқушыларымнан сұрағаным, балалар, сендер өздерің оқығандарың өздеріңе ұнай ма? Жоқ, менің оқып бергенім жақсы ма? Әрине апай, сіздің оқып бергенің жақсы. Ал өзіміздің оқығанымыз одан да керемет ұнайды деп жауап берді. Керемет, талаптарыңа нұр жаусын. Ата-аналар жиналысын жасау барысында ата-аналар ашық есік болса екен деп мұғалімге хат жазған еді. Сол ашық есік күніміз сәуірдің 27-сіне сәйкес келді. Ата-аналарға арнап, енді ашық есік болғандықтан ата-аналарды қатыстыра отырып, дара бала сайысын ұйымдастырдым, интеллектуалды сайыс. Бұл сайыста ата-аналар оқушылардың, балаларының, қыздарының қалай оқып жатқандығын жеке оқып, бәрі оқып шықсы. Және 1 мамыр мерекесіне сәйкес болғандықтан, 1 мамыр мерекесіндегі біздің жастық шағымызды, ата-аналардың сол кездегі жастық шағын бір сәт еске алып, қолымызға үлкен шар алып парадқа шығатынымыз есімізге түсіп, оқушыларға да сол ата-аналарының сол бір сәттерін есіне түсіру мақсатында 4 топқа шарлар арқылы бөліп тапсырмалар берілді. Және 4 топқа арналған бірнеше тапсырмалар болды. Оқушылар өз топтарына топқа бөлісіп, топ мүшелерін сайлап, топтың тыныштығын және топтағы бір-бірімен және түсінісуі, бір-біріне көмектесу деген нәрселерді керемет меңгеріп, өз тілектерінде айтып жатты. Мына жерде кейбір суреттер түспей қалған сияқты, ата-аналар мен оқушыларда және 6 қалпақ әдісі арқылы кері байланыс жүргізген едім. Ата-аналардан жюри мүшелерін сайладық. Сол жюри мүшелері әр оқушының, әр топтың жұмыстарын тексеріп, өздері бағалап отырды. Алғаш рет ата-аналар 1 май мерекесі болғандықтан, қолыма осындай Қазақстанның макеті және біздің Қазақстанда тұратын ұлт өкілдерінің жалауларын таныстыра отырып, бәріміз ынтымақ күніне, Қазақстанда ынтымақ күн жасасын деп тілек айтып, білім, зере бала, дара бала және кітап деген 4 топқа бөліндік. Жұмыс барысында оқушыларға алғаш рет шеңберге тұрып, 1 мамырдың мақсатын, бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныстыра келіп, 1 мамырдың қандай мереке екеніне біршама түсініктер беріп өттік. Және ата-аналар 1 мамыр мерекесіне, бүгінгі ашық есік күніне өз тілектерінде айта өтті. Сонымен ата-аналардан топтық жұмысқа байланысты топтық бағалау үшін парақшалар бердік. Әрине ата-аналар енді жақсы, үздік деген бағаларды қойған жоқ. Себебі ол өздерінің мектепте оқыған кезде ең жоғарғы бағалар 5-тік болды. Сондықтан 5-тік бағалармен бағалап шыққанында байқап қалдық. Және сабақ барысында бұрынғы жәндегі ата-аналардың кезіндегі суретке түсу әдісімен біршама таныстырып, естеріне түсіріп, балаларға фотоаппарат әдісін
әдісі арқылы математикалық тапсырмаларды орындады. Математикалық тапсырмаларды орындай отырып, қалған оқушыларымыз қарап отырған жоқ. Оларға көркем жазу тапсырмалары және келесі бетте математикалық тапсырмаларда берілді. Олар әр топта өздері орындай отырып, жюри мүшелеріне соңында тапсырып отырды. Және сонымен бірге математикалық тапсырмалармен бірге мынандай гиптограммалар тапсырмалар берілді, және геометриялық фигуралардан өздерінің логикаларына сүйене отырып, геометриялық фигуралар таратып берді. Осындай сол фигуралардан әртүрлі өздеріне ұнаған суреттерін құрастырды. Біреулер әртүрлі үшбұрыштар құрапты, біреулер үй, біреулер терезе. Мына осындай өздеріне ұнаған геометриялық фигуралардан әртүрлі пішінде заттар құрастырып шығарды. Және балаларға ең қызығы болған бір құпия нәрсені ұстадық. Бұл жерде бір ата-анамыз пошташы болып келіп, қолына хат алып келді. Хатта былай жазылыпты: керемет бастауыш сыныптың бірінші А сынып оқушыларына құпия хат. Бұл құпия хатты алып, оқушылар ішіндегі қандай құпия екенін оқып, өз ойларымен бөлісті. Және ата-аналар, әрине бұл хатта қазір кезде біз оқушыларымыз көп біле бермейді. Бұндай хатты яғни пошташы алып келетінін, біз кезімізде бұның бәрі дәл осындай еді. Ата-аналар өткен шақтарына бір сәт есіне түсіріп, көптеген әңгімелермен бөлісті. Және ата-аналар бірге, оқушылармен бірге тапсырмаларды аралап шықты. Жұмыс жасаған тапсырмаларын бірге аралап шықты. Сабақ өте керемет өтті. Оқушылардың эмоциялары, ата-аналардың эмоциялары өзімізде дәл бала сияқты болып, өткен шақтарымызға біршама саяхат жасатқанымызға, саяхат жасай отырып, оқушыларымыз бірнеше тапсырма орындағанына ризашылығын білдіріп, кері байланыстарын осылай жазып кетті. Бізді мұқият тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Бұл жерде көптеген материалдарымыз толық еңбек алды. Сондықтан да сіздерге тек қана біршама шолу жасағанды жөн көрдім. Келесі сабақтарда, келесі сыныптарда керемет тәсілдер, керемет оқушыларымыздың сабақтарын тамашалап куә бола аласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Al 100 ay onda bugünüz cansınızdı. Sayısınızı bastar жүресің ортаға шығып. Ал камера. Екі ұшын. Айталым. Tauga biik demeysin, bilimde tavaktan çıkarsın, tauga bakma demeysin, bilimde bozan rahatsın, iyi gibi darabalı saysın, bastayın. Бастаймыз ба? Біз сендерге кішкене бір түсініктеме беріп жіберейік. Яғни 1 мамыр жұмақ күні бізде 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады екен. Сол ұлт өкілдері бір-бірімен тату болсын, ынтымақта, достықта болсын деген ниетте ынтымақ күніне біз бір күн демаламыз. Біз бала кезімізде осындай демалысты үлкен іс-шарада өтетін тұғымыз. Сол кезді есімізге алып, сендерге естелік болсын деген мақсатта бүгін түрлі түсті шарларды әкелдім. Осы түрлі түсті шарларды ала отырып, өзіміз 4 топқа бөлінеміз. Түсінді ма? Иә! Ендеше келіп шарларды ала қойды. Ынтымақ күніне арқылы шарларымызды аламыз. Шарларымызды алып, шеңбер болып тұрамыз қайтадан.
неге өтесің? Отыра берсін. Болды. Енді қазір болған дегенше мен сендерге бір оқушы оқып жатқан кезде қалған оқушыны қарап отырмасы үшін мынандай әдемі көркем жазу қаратамын. Өздері ат жөндерді жазып, көркем жазуды үш мәрте оқып көркем жаза беремін. Түсінді ғой, иә? Топташтар қарап беремін. Bir minutта 37-47 сөзге дейін оқып жүрген балдарымыз бар. Ең соңғысы 20 сөзге келіп тоқталып жатыр, иә? Енді осы 1 минутты кітап толығын басшысы кімді кітапты айта орнынан сұра қойып, сен ат жөндерді жүргіншілер жазып алу керек. Айта ғой атыңды. Және топтардағы балдарын айтып шыға қойып. Өте тамаша. Келесі білім тобы басшысы там оқушыларымыз. Каусар деген орындан тұрамыз. Айсезім, аттандайтын орындарды сұмдар. Біліп отырады. Рая, өте тамаша. Отырауы шоқалаттамаймыз ба? Керемет. Зейнет бала тобының мүшесі, топ басшысы. Топ басшы кім сендерде? Айта балдар таныстырып өтеді ғой. Өте тамаша. Балалар енді сендерге іске сәт киіп отырып, тапсырмамызды ары қарай бастайық. Kitap yoluna. Birinci kitap yoluna basar veriyordu. Kitap yolu. Hazır. Her topun baldarını kalay okuyacaklarını tündayımız. Topun kalbini saklamadan baldardan -1 bal alıp tasınız. Kesiniz var? Sevgili 10 bal jina olsa topun. Buna topun 1 bal alıp tasla dep aytım. Adi kazaklar. Ona 1 bal alıp tasla otur. 1 bal деген сендерге өте көп рөл атқарады. Сондықтан жақсы сақтаймыз. Бірақ сөйлем оқи қойшы. Бірақ сөйлем. Дауыста оқиын балам. Жарайды, отыра өте тамаша, рахмет. Сен рахметіме Есай, бір сөйлемін жүрме енді. Рахмет, болды, рахмет. Ал, оқи қой. Сен рухани байлықты баға Өте қиын саған бірақ өте тамаша, рахмет. Сонда да сен жеңіп шықтың. Раяна сен де оқиын ғой. Келесі бетті оқиын ғой, иә жарайсың. Өте тамаша, рахмет. Енді қалған топтар, мазақ болып жатқанда, енді сенеге болса, ат жөнде жазамыздағы мәтінді көркем жазамыз астына. Ал іске сәт, кімнің көркем жазуы керемет 5 балмен бағаланады. Жақсы, бір сөйлемде оқиын, уақытыңыз тығыз болып кетеді. Қазір. Ол рахмет, үлкен рахмет, оқып жатқан балдардың бәріне 5 балдан қоямыз. Жүргіншілер 5 балдан қойып отырамыз. Бәрі мәтін оқылады. Шықты бала қырмызы жасыл көлем жамылды Тамаша, рахмет қыз, отыра қойды. Өте тамаша оқы. Әлемі. Мәтінді оқиыңыз, мәтін деп шарайын оған. шықты дала қырмызы жасыл көлем жамылды арық бойлары мөлдір су ауа Өте тамаша, әлемі отыра қой. Тамаша, келесі топта бастайыншы. Айжолпан
бастаймыз. Қара бұрын есінен адам, есіне аңдар, ер қостардың есінде жан ұламайды. Рахмет, болды, рахмет. Түсінікті, өте тамаша. Оқимыз балам. Егер аңдар ағаш түрін ретигенді қоректерін үнде сақтайды, ал Отыра ғой, өте тамаша. Енді жаза бір оқиды шоң. Есінен ажырататын бұл. Өте тамаша, отыра ғой. Бұрынғыдан әлде қайда сенің жетістігің өте көп. Рахмет балам. Оқиға Айзере. Ақ-қағандарымыз жазып отырмыз ғой, өтен жазыңыз. Демек, оқиға. Дауысы патша. Одан кейін келесі. Ал. Одан кейін. Сенің де жетістігің әлде қайда жақсы бұрынғы оқығаннан гөрі. Тамаша, келесі. Айнелер оқимыз. шаңғы теуіп келе жатқан шаңғының тұңдарында өздері соққан ақ қала тұр. Жақсы, рахмет балам. Өте тамаша. Кім? Раяна оқиды кім? Соны оқисың ба? Мұрат таудан төмен қарай шаңғы Жылдам. келе жатқан Отыра ғой, өте тамаша. Айша, сен де осыны оқимыз ба? Бастай Айша. Мұрат тудан төмен қарай шаңғы келе жатқан Айша болды. Мұрагер. Мұрат таудан төмен қарай шаңғы теуіп келе жатқан шаңғының тура соңында өздері соққан ақ қала тұрған Жақсы, рахмет, брат, өте тамаша. Кейін жетудің қажеті жоқ. 3 сөйлем, 2 сөйлем қабылданады. Тамаша, керемет. Атыңды жазып қой бірақ мына жерге. Осындай фотоаппараттарға суретке түсетін тұғымыз. Естеріңізде ме ата-аналар? Міне, соны біздің балалар да сезінсін, білсін. Сол кезде қандай нәрселер қолданған, қандай нәрселер бар екен деп балаларда бір қызығушылық пайда болсын деп осы әдісті алып келдік. Енді бұл жерде сіздерден фотоаппараттан мен нені шығарып отырам. Тапсырманы, сол тапсырма бойынша ақтайдарыңызда бір тапсырмадан айтып кете береміз. Мен былай жауып отырамын. Кім түсінді? Түсінген болса қол көтеріңізші мені. Тамаша. Ендеше кітап қолынан бастайықшы. Тыныш жинап тұрсаңыз, сол тасындап айтатын болсын. Енді келесі сізге болды ғой, кітап жауап берді ма? Кейін қойып қойыш бала. Тоқпашы ғой себеп. Тоқпашы айтады осыны. Жетістен оны айтамыз. Яғни жетістен бір жасайды барды ғой. Ол дейміз. Ал өте тамаша шыққанда. Ал келесі білім тобы.
береді. Мынауысымен берді екен, ол сіздер осымен қарап, сіздер жұмыста дара бала кім келді? Қазір шақырам. Оны келді. Көріп бағалап кетіңіздер. Тыныштық сақтаймыз. 1, 2, 3. Тыныштық сақтаймыз. Сендерді бағалайықтар қапайда. Жұмыстар. Отырамыз. Өте тамаша. Вот, келсем, вот. Сен үш-түстіста отырады. Орда болады. Өте тамаша. Керемет, сендер жұмыстар қалма. Жұмыстарды білесіз. Рахмет. Отыра болсаңыздар болайын сіздер. Құдаға келіп, әркім өз көңіл күйіне стикер жазып кетсе болады. Стикерлеріміз аламыз. Балар, бізге бүгін қақташы ағай кетті. Топқа қандалып келіңізді сіз? Өте тамаша. Керемет бастауыш мектебінің бірінші сыныбына сенің құпия досыңдар хат кетті. Құпия хатты өздерінің достарымен бірге звонокта оқуға ұтса. Кеттік па? Тоқпашыларын көргенде. Құпия хатты ішімізге оқып. Ал енді звонокта оқимыз, енді бүгін тақсаттаймыз. Бүгінгі көңіл күйіңіз қандай болды? Өз көңіл күйіңізді айтып жіберіңізші. Тез. Орныңызда тұрып айта қойыңыз. Бұл қандай көңіл күйде болды сен сабақта? Камераға. Өте тамаша сабақта. Маған сабақ ұнады. Сабақ өте ұнады ма саған? Өте тамаша. Бірге өте тамаша. Топпен жұмысын алып ойыңыз саған? Керемет. Өте тамаша. Енді құрметті ата-аналар, енді осы қалбақта сіздер есіздер. Көңіл күй. Бастарыңызға киіп, айтсаңыздар керемет болар еді. Балаларға жалпы. Сабақ өте жақсы. Әсіресе маған оқушылардың белсенділігі ұнады. Сабаққа деген қызығушылығы, абаймен ортадағы кері байланыстар өте керемет ұнады. Бәрекелді балалар жарайды. Жақсы. Бүгінгі сабақ өтті. Оқушылардың бір-біріне белсенділігі, жазулары, оқулары, сабаққа деген белсенділіктері өте керемет болды. Сәттілік барлықтарыңызға. Сіз өз пікіріңізді айта болыңыз, жалпы. Балалардың сабаққа деген қызығушылықтары өте керемет. Апайлармен жұмыс жасаулары өте керемет. Бір-бірін тыңдау білімдері және білімге деген құштарлықтары өте жақсы көрініп тұр. Рахмет. Не айтамыз балалар? Рахмет. Енді біздің топта үлгермей қалдық. Негізі жасаған жұмыстар алынып жатыр. Міне осындай жұмыстары бар, келіп көріп. Немесе сізге жинап берсек болады. Мынау дара баланың тобы. Кімсіз дара бала, иә? Дара баланың көрген жазулары зерек бала, зерек бала. Зерек балада сізде ме? Тамаша білім. Енді сендер жұмысы жоқ. Бәріміз бірге береміз. Бәріміз бірге. Топбасылар бірге. Бірге жинаймыз. Осы жолы кім топбасы мықты болды? Келесі сабақта соны сайлаймыз. Кітап тобы. Кітап тобы жалпы. Ал енді осы төрт топқа баға беріп кетсеңіздер, бәйге болғаннан кейін біреу ұтылады, біреу ұтады деген. Сіздер дайын болсаңыздар бағалауға. Әркім өз тобын мақтайды. 1 минут уақыт берейін, мұнда ойланба сіздерге. Біздің балалармен бірге серпін сәт істеп жүрейік. Ал кетті бала, орнына тұрайықшы. Ортада орын береміз. Әдем болып тұрамыз. Біз оқып
Dara baba жақсы өте ота қойды. Енді бала ең қызық кезде келді. Сен ана оқуларын келіп отыр ма? Онда тып-тыныш өтімнен қазір әлбасы алдалары өз бағасын береді. Одан кейін бәрі бірге отырып қызық әңгіме оқитын боласыңдар. Келісіп па? Ал уақыт созбай алқасы кім бастайды? Нұрлан Әлинұрдың атасы сөз бересіз. Біздің ең белсенді, ең керемет, нағыз зерек десе зерек, дара десе дара бала, әр уақытта оған тек қана алда болсын деп тілегім бар. Жақсы рахмет. Құрметті оқушылар, бір керемет сайысымыз өтті. Бүгін белсенділермен бірдей атсалыстық. Біз де бір жаңа сабақ өткендей болып жатырмыз. Дегенмен әр топтан өзі белсенді оқушылар болады. Мүмкіндік болса, топтың басшысы сайлағаннан кейін соны тыңдап, соның айтқанымен тапсырманы абай берген тапсырмасын бірден орындап тастап беруге жақсы. Барлықтарының белсенділіктері өте жоғары. Біз сонда да қарап отырдық. Мүмкін біз қателесеміз, бірақ мына жерде дара бала тобы бізге Керемет бала, өте тамаша. Мен дара бала ешбекерге қоймаған екен. Негізі мен оқушыларыма арнап, өзімнің дара бала каналыма осы бүкіл жалғыз өзімнің оқушыларыма емес, бүкіл Қазақстанға дегенде ол жерде қаншама менің балаларға арналған тапсырмаларым бар. Демалыста сол тапсырмаларды істеп, екінші сыныпқа нағыз дара бала болып келулеріне тілектеспіз. Керемет бала, қысқаша дара бала канал. Өте тамаша. Келесі, екінші орын білім. Кәусар, ол сабақта Кім зере бала? Өте тамаша бала шын бала. Біз қайда білем тапсырып өте тамаша. Бала не айтамыз? Уақыттарымызды бөліп, біздің балаларымыз біліммен бөлісіп, өздеріңізде бүгін бір сәт бала болғандарыңызға алғысым шексіз. Әр уақытта сендерге жолдарыңа тек қана білім жолында ақ жол тілеймін, жүректерің ашық болсын, күндерің жарық болсын. Тек қана Қазақстанның ұлы азаматшалары болып өсе беріңіздер. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгін келесі кезекте мен сіздерге бір керемет сайтпен таныстырғым келіп отыр. Classroom Screen дейді. Дәл осылай жазасыздар. Міне, мен қоршап қойдым. Сөйтіп тіркеліп аласыздар. Тіркелгеннен кейін сіздерде алғашқы экранда мынандай болып шығады. Мен тіркелгеннен кейін шықтым. Міне осылай тіркелгеннен кейін сіздерде осындай бет ашылады. Орыс тіліне де ауыстырып алуға болады. Менде қазір ағылшын тілінде тұр. Менің алдын істеген жұмыстарым осылай папкада жиналып тұр. Енді сіздермен бірге жаңа бір тапсырманы істеймін. Міне осындай суреттері болады. Суреттердің қорқытың қажеті жоқ. Мына төменге қарап маған мені басамыз. Астында өздері әртүрлі бөлімдер шықты. Міне бірінші бөлімді ашамыз. Бірінші тұрған бұл фонды өзгерту. Мына жердегі өзіңіздің қалаған фоныңызды алып қоясыз және өзіңізге ұнаған фоныңызды компьютерде ұнаған фоныңыз қою үшін мынау келесі бөлімді басасыз. Сол кезде плюсты басасыз. Осы плюс деп тұрған жерден көкті бассаңыз компьютердің бетіндегі фонды қоюға болады. Менде қазір нақты фон болмай тұр. Көрсетіп жібере салайын десем. Мына фонды қояйық, бірақ ол онша емес болып тұр. Мынандай сурет. Осы ұнаса сізге осы фоныңыз аласыз. Ұнамайтын болса, мына шелекке салып тастайсаңыз. Мен келесі бетке көшемін. Мен өзімнің фонын пайдаланғым келіп отыр сіздерге. Және астында жай қарапайым фондар бар. Мына осындай таза тақталар бар. Мына фонды пайдаланайын.
яғни біріншісі бұл фон қоюға арналған. Екінші, бұл жерде 3 тапсырма бойынша жұмыс жасауымызға болады. Мысалы, бірінші тапсырма бойынша тест құрастыруға болады. Жазасыз тест құрастыр, тесттің сосын жауаптарын жазасыз. Мен енді асығып жазып жатырмын, арнайы дайындап, асықпай істесеңіздер керемет. Мен 3 жауапты алдым, енді 4-ші Г жазылмай тұр. Оны керек болмаса жәшікке салып тастаңыз. Ал егер сізге керек болып жатса, плюсты бассаңыз, көбейе береді астына. Керек жоқ болса, осылай жәшікке салыңыз да 3 қана жауаппен қалыңыз. Енді сіздерде алғаш рет мына жер қызыл болып тұрады, ашылғанда міне. Қызыл болып тұрса, астындағылар көрінбейді жауаптар. Сол үшін бұны бұлай ашып қойыңыздар. Астында жауаптар көрінеді. Енді келесі екінші қатарда жерде өзгеріп тұрады. Шрифттар өзгеріп тұр. Маған қойып қоя салайын. Түсі өзгеріп тұр. Осылай өздеріңіз зерттеп көрсеңіздер болады. Келесі мынау қанша оқушы жауап бергенінің диаграммасын көрсетеді. Оны былай жылжыта беруге де болады. Дөңгелек. Қайсы, мысалы, осыны алайық. Ары қарап, осының бетіндегіні фонды өзгерте аласыз. Мысалы, жасыл. Анық көрінбей қалды, сары қояйын, жасыл. Қалағаныңызды қоя бересіз, бұл жерде ешқандай не жоқ. Енді мынаны басамыз қазір. Мысалы, тақтаға шығады. Мысалы, топпен жұмыс жасағанда, сол топта 5 оқушы болады. 5 оқушы мына жауаптарын кез келген біреуін басады. Мысалы, біреу А-ны басты. Мынаны А-ны басты. Қанша оқушы қанша нәрсені басты, және осының қанша оқушы жауап берді. 11 оқушы деп тұр мына жерде. Мына үлкейтіп қазір көрсетейін. Мынаны жауап жасай саламыз. Мынаны да жауап жасай саласыздар. Астын жиналып тұрады. Тақтада үлкен қылып ашамыз. Мына осы жауапқа 11 оқушы жауап беріпті. Оның 3-еуі сарыға жауап беріпті, 3-еуі көк түске, жасыл түске, 5-еуі деген сияқты осылай кете береді. Мынаны әрқайсысын басқан сайын жауаптан цифр шыға береді. Топпен енді өзіңіздің неңізге қарап, әдісіңізге қарап жинақтасаңыз болады. Бұл бірі. Өшіріп тастайық. Енді келесі міне жиналып қалып, астында тұрған қолын сөйлеп қараңыздар, бассаңыздар, бәрі шыға берді. QR код істеуге болады, бұл жерде мына бәрін пайдалануға болады. Бастауыш сыныптарда мен мына пайдаланып көрейін қазір. Және сағатты алайын. Қайт жинап қоямын. Мынаны көбейтуге де болады. Мына жерде үлкен тартамыз, 3 нүктені басамыз. Копировать деген ағылшынша мұны көрдіңіз бе? Көбейтуге 3 топқа көбейтесіз, қанша көбейтесіз өз еркіңізде. Енді бірінші топқа айтамын, мысалы 10 минут. 10 минутта біз жұмысты бастаңыздар деп қызылды басам, дыбысы шығады. Сөйтесіз дағы мына жақта уақытты жіберіп қоя бересіз. Міне уақыт өзі тоқтайды. Тоқтаған кезде сарыны басасыз. Ескерту, яғни сабақ айтады. Немесе қателіктер болса сарыны басыңыз, көңіліңіз толып жатса көкті басыңыз. Міне осылай істеуге болады. Яғни ол керек емес па, өшіріп тастауға болады. Минутқа оқығанға қойып қоюға болады. Мынаны осы жерде. Нөлден бастайсыз да, мынаны қайтадан минутқа. Дыбыстар шығады екен. Екі минутын осы жерге көбейтесіз енді. 20 деп қойын, 20 минутқа мына толықты. Басталып жайлап, минут кетіп жатыр. Минут деп қой, секунд кетіп жатыр. Өзі дыбыс береді осылай.
плюс минус осы жерде минус плюс плюсқа негізгі қарап осылай өзгерте бересіз. Мысалы жерде минус аяқтан минус айдап тастайсыз. Аяқтан минус айдап тастайсыз астынан. Осындағы осылай істей бересіз. Үлкен қылып ашып қойыңызға да болады. Міне басасыз деген сияқты осылай. Уақыт жүрген сайын, кеміген сайын көріп отыруға болады. Енді бұны бүшіп тастаймыз. Тағы ашамыз. Сағат бар бұл жерде, мен сағатты қойып қоюға болады. Сағаттың уақытысында қойып қоюға болады. Мына жерде сағат екіден 18-ге дейік. Үлкен құрылым қойып қойып сағатпен де жұмыс жасауға болады екен. Картинканы сақтап кетуге де болады екен. Копировать картинка дейді. Сақтап көрейік кішкене. Орта оны өшіп тастайын. Неге сохранить етуге болады екен? Бірге көрейік. Мысалы мен жай аштым, соны сохранить етіп көрейік. Копировать картинку. Сохранить как тебе. Рабочее стол сохранить открывано. Рабочий стол. Барбаламызда мына жерде өшеміз. Көрейік. Мына жерде сақталып қалды. Сурет күйінше сақталатын сияқты. Сурет күйінше мына сақталады екен. Керек жоқ болса, бұлай өшіп тастайсыз. Мүмкіндіктері өте көп бұл жерде. Мына жерде қазірде бар. Жылдамақыға осыны пайдалансаңыздар да болады. Оқырмандар өздері көріп отырады және жазуға болады. Мынау керек емес болса, сізге өшіп тастаңыз. Мынау керек емес маған. Өшіп тастаймын. Мынау сурет салуға да болады. Бірдеңені түсіндіргіңіз келсе, мына өшіп тастайық. Мына сурет салам. Мына өшіп тастайық. Карандашпен мен өшіргіш бар екен. Қолмен көрсетіп отырамыз. Сурет салам. Керек жоқ болса, қайтып түсін басасыз, кетіп қалады. Дөңгелек салатын болсам, мына былай тартасыз. Стрелкамен көрсеткіңіз келсе, былай. Керек жоқ болса, өшіргішпен үстін бір басар дегіз, кетіп қалады. Енді жазу жазып көрейді. Жазған екен. Енді қолды жаттықтыру керек қол үшін. Ақшар бесеу. Қолды жаттықтырсаңыз әлі жақсы. Жаза алсаңыз да болады. Жай ұстасаңыз да өшіп алады. Тақтан пайдаланып кете береді. Стрелка. Былай. Стрелкалар пайдалануға болады. Үшбұрыш сызыңыз, сурет салыңыз. Одан кейін үшбұрыш пайдалану арқылы
сурет салып көрейік. Жылыштай береді өзі. Енді оны бояп көрейік. Мынау бояу шығар деп ойлаймын. Әдемі екен. Şimdi boyayımız бірге. Burada не екен? Стрелка екен ғой. Так. Мынаны пайдаланып көрейік. Үзік-үзік сызықтар екен мынау. Мынаны пайдаланып көрейік. Жуандатуға болады. Жуан бақытта. Жуан бақытта шығар демек екен. Қолмен барып көрсетесіз. Жылышы деген даже мына суреттің жылы шығып тұрған. Осылай пайдаланыңыз, керек емес. Әйтеңіз бүйтіп барасыз да өшіре саласыз. Жай тисе болып өшіп кете береді. Оны да көп нәрсеге пайдалануға болады. Енді кері қайта керек емес, X-ті басасыз. Керек болса сақтап қойыңыз. Керек емес болса өшіріп тастайсыз. Енді экранды басасыз. Мына текст жазуға болады мына жерде. Текстте жаза бересіз. Әртүрлі неге. Математикалық есеп шығарғанға. Ішінде өте көп. Оны пайдаланып көруге болады. QR-кодты келесі жұмыс жасағанда көрсететін боламын. Өте жақсы, ұнады, сіздер де пайдаланып көріңіздер. Каналға жазып, лайк басуды ұмытпаймыздар.